Осыдан бірнеше күн бұрын дейді Елжан Біртанов мырза әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры дефолттың алдында тұр депті. Үкімет осы мәселені бірінші шешу керек депті. Сіз не дейсіз? Бұл жерде енді Елжан Біртанов деген стратегиялық жағынан енді білімі терең, тәжірибесі терең кісі ғой. Мен цифрлық жағынан тек қана. Бірақ цифрлық жағынан қарайтын болсақ, қазіргі бөлініп жатқан 2018 жылы бүкіл денсаулық сақтау саласына 900 миллиард теңге бөлінді. 2019 жылы 1 триллион теңге болды. 2020 жылы мәмстің жүйесі бойынша 500 миллиард қосылды, жалпы 1,5 триллион теңге болды. 2020 жылы. Ал өткен жылы қаржы көлемі 3,6 триллион теңгеге жетті. Түсінікті. Яғни 2019-дан бастап бүгінгі күнге дейін қаржы көлемі 2,5 есе көбейіп отыр. Ал азаматтардың саны қасында 2,5 есе көбейген жоқ. Аурулардың саны 2 есе көбейген жоқ. Дәрі-дәрмектің тізімі 2 есе көбейген жоқ. Медициналық қызметтердің тізімі 2 есе көбейген жоқ. Сонда сұрақ сонда. Егер бізде азаматтардың саны құрамы өзгермесе, неге оларға көрсетілген медициналық қызметтердің бағасы 2,5 есеге көбейіп отыр? Бұл бірінші сұрақ. Және де қазір енді мемлекет тарапынан біз барлығы талқылап жатқан нәрсе, мемлекеттік қаржыда, бюджетте ақша жоқ, ақша аз деп мысалы көптеген әңгіме. Осы мәмсті мысалы тоқтату керек шығар деген бір ой бір шығып жатыр кәдімгідей. Бірақ ол мәмс тоқтатылмайды. Неге? Бірінші себеп. Егер мәмс қазір тоқтатылса, онда медмафия дейміз, фармафия болсын, сол қордан ұрлап жатқан ақшаның мүмкіндігінен айырылады.